отырып бірдеңе істеді и кетіп баратып уже камераны көріп қойды олар, артқа қараған жоқ, пакетінен бірдеңені алып мына тастады. И біз сонда ғана білдік, шықсақ пияз жатыр екен. Қара дуаны қасиет етіп, өзін құдіретті санаған екеудің артында кім тұр? Сумен істелінген дуа бар, шашылған. И бейіттің топырағымен шашқан дуа. Үйге жасайтын болса, онда бүкіл шаңыраққа әсер. Қара дуа жасаушы маман бар. Оны шариғатта шайтан жолына түскен адам дейді. Балалар қайта-қайта ауырады. Үйде мама мен папа екеуі қатты ұрысып кетті. Қанша теңгеге осыны жасатқан болуы мүмкін? Қалай ойлайсыз? 100 мың сондай сұрайды. Кроме это два девушки, там есть еще одна женщина. Сәрсенбі күні КТК-да.